Өмір ақ пен қарадан тұрады. Қайғысы мен қуанышы қатар алмасқан қым қуыт тірлікте бақ пен береке, бірлігі мығым елде ғана тұрақ табады. Өткеннен сабақ алып, жарқын күндерге қадам басудың алтын арқауы ынтымақ қана. Алматыдағы республика алаңында тұрған Тағзым мемориалды кешені осыны үнемі еске салады. Еліміздің мәдени жүрегі, ең тартымды қаласы саналатын Алматыны тәртіпсіздік жайлаған 2022 жылдың қаңтары әлі есте. Бұл ел ішін үрей билеп, болашаққа деген үміттің ұшқыны сөнуге айналған кез болатын. Қаңтар оқиғасы мемлекеттің берік негіздері сынға түскендей әсер қалдырды. Сол күндері халқымызға зор қауіп төнді. Мемлекеттігіміздің тұғыры шайқала жаздады. Тіпті ел болып қаламыз ба жоқ па деген сұрақ туды. Бірақ біз мызғымас бірлігіміздің арқасында қатердің бетін қайтардық. Елдігімізді таныттық. Мықты мемлекет екенімізді көрсеттік. Қираған дүниені қалпына келтіруге болады. Бірақ үзілген өмір қайта жалғанбайды. Еліміздің амандығын, жеріміздің тұтастығын қорғау бәріміздің перзенттік парызымыз. Бұл мақсат президент ретінде мен үшін ең қасиетті борыш. Тұрақтылық пен татулық болса ғана осы міндетті ойдағыдай орындай аламыз. Қираған дүниені қалпына келтіруге болады, ал үзілген өмір, аранға ұшыраған азаматтарды қайтара алмаймыз. Мемлекет басшысы 2022 жылдың желтоқсанында қаңтар құрбандарына арналған Тағзым мемориалды сәулет кешенінің ашылу рәсімінде осының астын сыза айтты. Құрбандарға бір жылдың ішінде ескерткіш қойылды. Ал өртенген әкімдік ғимараты, Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясы кешені секілді нысандар осы күні қалпына келтіріліп, тас қабырғалары сол бір сұрқай күндерді ұмытқандай. Ғимарат қалпына келтіру жұмыстары мемлекет басшысының тапсырмасы аясында 22 жылы ақпан айында басталды. Ғимарат өрт салдарынан 80%-ға зақымдалды. Алматы қаласы әкімдігінің архитектура стилі және тарихи келбеті толық сақталды. Қасбетте көріп тұрсыздар, жұлдыздың орнына шаңырақ бейнеленген. Қайта жөндеу барысында әкімдік қызметкерлерімен келушінің қауіпсіздігі ескерілді. Сейсмика нығайту бойынша барлық іс-шаралар толық көлемде орындалды. Өртке төзімді есіктер орнатылды. Периметр бойынша бейне бақылау камералар қойылды. Әкімдігінің бірінші қабатында батыс бөлігінде Open Space халық қабылдау аймағы орналастырылды. Онда рецепшн, келіссөз кабинеттері, халық күтетін залы, ана мен бала және балалар ойнайтын аймақ орналастырды. Кабинеттер конфигурациясы, өлшемдері және орналастыру өзгерген жоқ. Бекпен бетегеден берекен кетсе нең қалар деп берекені жоғары қойған дана халқымыз 1000 күндік ұрыстан 1 күндік тынышты дұрыс көрген. Мәрмәрға басылған бабалар сөзі бүгінгі мен кейінгі ұрпаққа соны меңзеп тұр. Бұл үлкен дүние, бұл тарихқа қалатын дүние. Ертең қаңтар уақиғасы дегенде ешкім ұмыта қоймайды, есінен шығармайды, ұрпақты ұмытпайды осы ескерткішке қарап. Бірақ қарап отырсаңыз, осы ескерткішке қаншама дүниелер жазулы тұр. Мысалы, Күлтегіннің сөзінен бастап, Бұқар жырау, Ыбырай Алтынсарин, Абай, бәрінің айтқаны не міне жерде қарап отырсаңыз, бәрі елді бірлікке шақыру, тұтастыққа шақыру, елдікке шақыру деген дүние. Біз өзі өте сабырлы халықпыз. Қазақ халқы деген жай нәрсеге қозғала қоймайды. Біреу атқа мінді екен деп бәрі атқа міне қалмайды. Осындай өте сабырлы, соның соңын күтеді. Ақырын күтеді. Енді
Бұл халыққа ежелден не керек? Бірлік керек. Елдің амандығы керек, тұтастығы керек. Өзі тәуелсіздікке біз әзір қолымызды жеткіздік. Осыны аңсап келдік. Осыны жолында біздің ата-бабаларымыз шәйт болды. Ал енді жастар үшін осыны тәуелсіздік қадірлеу керек, қадіріне жету керек. Тағзым мемориалды сәулет кешені әртүрлі түстен тұратын 4 эмоционалды архитектуралық бөлікке бөлінген. Қара түсі қаңтар оқиғасы кезіндегі дүрбелең мен үрейді бейнелесе, ақсұр бөлігі ауызбірлікті, келген қиындықты ел болып бірлесе еңсеруді, сұр бөлігі құрбан болғандар мен адам шығынының символы. Ал ақ түс осы елге деген пейіл, тұрақтылық пен дамуға ұмтылуды, қоғамның әл-ауқатын, ұлттың өзін өзі тануын, күш пен әділетті мемлекетке деген сенімді білдіреді. Қараңғы кеңістікте адам ұзақ аялдағысы келмейді. Біз архитектуралық шешімдер арқылы ол аумақты әдейі жайсыз етіп жасадық. Психологиялық тұрғыдан қысым сезіледі. Мақсат мемориалға қай қырынан кірсе де, әр адам бұл ауыр ахуалды жүрегімен сезініп, одан тезірек шығып, ақ жарық бөлікке ұмтылсын. Бұл баршамыздың осы бір жыл ішінде бастан өткерген жолымыздың көрінісі. Как мы все, в принципе, и сделали в течение этого года. Сұрғылт тартқан сұрықсыз күндер артта қалып, бүгін ашық аспан астында күн кешіп жатырмыз. Берекені алуға талпынғандар жазаланды. Көңілде бірлігі арқасында мойындыны идірген, тізеліні бүктірген тоны көк білгелерден қалған жұрт бабалар аманатын ұмыта қоймапты деген үміт сәулесі жылт етті. Бегі мен халқының ынтымағы жоқ жерде, дұшпанының алдауына сенген, арбауына көнген жерде ел елдігінен айырылады. Бұл Көктүріктің қалың қолын басқарып, ұлы империяның пайда болуына себепкер болған Күлтегіннің сөзі. Қара тасқа қашалыпты. Баба сөзін елемесең, басыңа қара бұлт үйіріледі деген символикалық мәні бар. Ал Алашымның ақтаңы атсын деп, алыптармен алысып өткен қайраткерлеріміздің көсемі Әлихан Бөкейханның сөзі ақ мәрмәрға түсіпті. Онда бостандыққа апаратын жалғыз ғана жол ұлттық ынтымақ қана деп жазылып тұр. Тағзым кешені алматылықтар мен қонақтар арнайы барып тәуететін орынға айналған. Тұнжырап тұрып, енді қайталанбаса екен деп күбірлейді. Сол кезекті кешкі серуеннің кезінде сол ұлым мен қызымды ертіп алып айналып жүріп, арнайы бардық Тағзым мемориалдық кешеніне. Сол жердегі жаңағы ұлыларымыздың, бердегі қайраткерлеріміздің, басқалардың, ұлттың ұлы тұлғалардың, ұлы перзенттерінің жазылған әр сөзін оқып беріп, саналарына сіңіріп, көкіректеріне түйіп жүрміз. Ғимараттар қирады, дүкендер тоналды, қала өртенді. Азғантай уақытта бәрі орнына келді. Тоналған дүние түгелденді. Өртенген ғимараттар одан ары сәні мен салтанаты жарасып қалпына келді. Қала бұрынғыдан да гүлденді. Бір сөзбен айтқанда, материалдық шығын ол жай шығын екен. Бірақ қапыда оқ тиген, қаңғыған оқ тиген жазықсыз құрбандардың орны толмайды екен. Әрине, кез келген нәрседен сабақ алу керек. Жақсы дүние, жақсы нәрсе орын алған болса, жалғасты болсын дейміз. Ал бұндай жағдайларда не дейміз? Қайталанбаса екен дейміз. Және осыдан сабақ алсақ екен дейміз. Әртүрлі жағдайларды басымыздан кешерміз. Әркімнің басында әртүрлі мәселелер болуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар, қиындықтар. Бірақ ең бастысы ел басында күн тумаса екен деймін. Өткенінен сабақ алғанның өкініші аз болады. Ұлт бойын қалтыратып өткен қорқыныш пен үрей ертеңгі ұрпаққа беймәлім сезім болса екен. Желтоқсанда жаураған ағайынды, қаңтардың аязы қарыды. Сол жұртқа ақпанның ақ түтегі тимесін деп тілейік. Алматыдағы президент резиденциясының маңында жөндеуден өтті. Аймақ абаттандырылған, саябаққа айналған.
қақ ортасында қалқайып қираған резиденцияның жұрнағы да тұр. Өткеннен қалған бір белгі болсын деп қоршау қойыпты. Ұмытылмайды. Қаңтар қазақ тарихының қасіретті бір парағы болып сақталады. Әрі қиын қыстауда ұстаған қолы ажырамаған бірліктің де куәсі. Өткенге тағзым етіп, тіріге құрмет көрсетейік.